Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Текелі қалалық филиалының оқытушысы Құндыз Кәдірханқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан». Грамматикалық тақырып кезектес салалас құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Жаңа сөздерді оқып, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Арыстан, бикеш, бойын аулақ салу, билік жүргізу, балықтар, бағыт, жауапкершілік, қолы жеңіл, көңілі қалау, мерген, шаяндар, оң жамбасына оңтайлы, оташы, сазгер, су құйғыш, сары шаяндар, тоқты, торпақ, таразы, тәуір көру, тауешкі, ұран. Тоқты. Ай басында тоқтылар өздерін әлсіз сезінуі мүмкін. Айналадағылардың бәрі қарсы тұрғандай көрінеді. Шын мәнінде олай емес. Елдің шабуылына жауап беруге іштей дайын жүріңіз. Торпақ. Торпақтар үшін инвестиция айы болмақ. Бұл белгі иелері болашақта жақсы табыс алып келетін жеке ісін ашуы мүмкін. Егіздер. Егіздер үшін ай бір қалыпты өтпек. Әрине, олар да болашақ жайлы ойлап түрлі жоспар құруы керек. Шаян. Шаяндар шарықтауға дайын болсын. Бар әлеуетіңізді жүзеге асыруға болатын уақыт келді. Арыстан. Айдың алғашқы жартысында өзіне және өзін өзгертуге мән беруі керек. Ай соңында сәттілік сізден теріс айналуы мүмкін. Оған бола уайымдамаңыз. Сәттілік сізге айналып келеді. Бикеш. Бикештер үшін маңызды ай. Ойдағының бәрін жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Алайда ол үшін қажырлы еңбек қажет. Таразы. Таразылар сақ болсын. Себебі ай бойы жұмыста қателік жіберуге үлкен қауіп төніп тұр. Сары шаяндар. Сары шаяндарға жұмыс бойынша өте тиімді ұсыныс түседі. Оған таңғалудың немесе қандайда астар іздеудің қажеті жоқ. Тағдыр сізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік береді. Мерген. Мергендер айдың көп бөлігін оңаша өткізгені дұрыс. Аздап жеке өмір сүру ішіңізде болып жатқан дүниелерді анықтап, маңызды істерді алдыңғы орынға қоюға көмектеседі. Тауешкі. Тауешкілер үшін бұлай оңайға соқпайын деп тұр. Тағдыр тағы да сіздің төзімділігіңізді сынайды. Су құйғыш. Соңғы уақытта су құйғыштар ештеңеге қуанбайды. Олар өміріндегі жақсы дүниелерді байқаудан қалып барады. Мұңаюды қойып, жаңа өмірдің есігін ашуға болатын сәтті жіберіп алмаңыз. Балықтар. Осы айда байып кетуге мүмкіндігіңіз жоғары. Дана болыңыз. Өміріңіздің тек бір саласын таңдаудың қажеті жоқ. Бірінші тапсырма. Оқылымға байланысты кестені толтырыңыз. Жұлдыз жорамал атауы, ай атауы.
Тексеріңіз. Су құйғыштар, балықтар, тоқтылар, торпақтар, егіздер, шаяндар, арыстандар, бикештер, таразылар, сары шаяндар, мергендер, тау ешкілер. Құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыбымызға өтейік. Кезектес салалас құрмалас сөйлем. Іс-әрекет оқиғаның жүзеге асуы кезектесіп келетін, тең дәрежеде байланысқан құрмалас салалас түрін кезектес салалас құрмалас сөйлем деп атайды. Кезектес салалас құрмалас сөйлем шалғаулық шылаулар бірде, біресе, кейде арқылы жасалады. Мысалы, ол өз ойын бірде қазақша, бірде орысша айтып жатыр. Ол кейде жұмысқа уақытында келеді, кейде ерте келеді. Кезектес салаластың екі сыңарында да жалғаулық шылаулар қолданылады. Екінші тапсырма. Сөйлемнен кезектес салалас құрмалас сөйлем жасаңыз. Сіздердің назарларыңызға бірінші сөйлем көрсетілген. Құжат бірде қазақ тілінде, бірде орыс тілінде дайындалады. Жақсы, дайын болсаңыз, тексеріңіз. Құжат бірде қазақ тілінде, бірде орыс тілінде дайындалады. Орталық дүкен бірде ерте, бірде кеш ашылады. Олар біресе телефон, біресе скайп арқылы сөйлеседі. Бұл оқиғаға кейде сенерімді, кейде сенбесімді білмеймін. Үшінші тапсырма. Бос орынды толтырып көріңіз. Кейде, біресе, бірде деген шылаулық жалғаулар берілген. Осы сөздерді керекті жерге қойып сөйлемді толықтырыңыз. Тексеріңіз. Оның дене қызуы кешелі бері біресе төмендейді, біресе көтеріледі. Жергілікті басылымдар жұлдыз жорамалды бірде жариялайды, бірде жарияламай жатады. Өткен аптаның жұлдыз жорамалын оқи алмадым. Қазан айында ауа райы біресе жылы, біресе суық болып тұр. Сондықтан турдың нақты күнін анықтай алмай отырмыз. Ағылшын тілін үйрену мақсатында ол кейде музыка тыңдайды, кейде теледидардан жаңалықтарды көреді. Халықаралық мұғалімдер күні кейде атап өтіледі, кейде ол туралы ұмытып кетіп жатамыз. Құрметті тыңдаушылар, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Сұрақтарға байланысты мәтін құрыңыз. Сіздің жұлдыз жорамалыңыз қандай? Жұлдыз жорамалға сенесіз бе? Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.